ешқандай код жазбай машиналық оқытумен айналысуға мүмкіндік беретін осындай проект бар. Бірінші жүктеп аламыз, әрі қарай жұмыс жасауды бастауға болады. Бұл Microsoft компаниясынан әртүрлі суреттермен ғана қазір істей аламыз, бірақ алдағы уақытта осындай объектке және датаға байланысты тағы да мүмкіндіктер қосады. Программаны жүктеп аламыз және бізде осындай ашылады. Сіз алғаш рет іске қосқан кезде осындай программа шығады, осындай бет ашылады. Біз New Project дегенді басамыз, жаңадан проект бастау үшін, және мына жерге біз проектінің атын жазайық. Мысалға, неге бұлай жазғанымды қазір көрсетемін. Енді біз мына жерге данныйларды қосуымыз керек. Ол үшін біз импорт дегенді басамыз және мен камераны таңдаймын. Менде қазір веб-камера тұр, немесе сізде датасет болатын болса, яғни мынадай. Мысалға сіз мынадай программа істегіңіз келеді. Суреттер бар, мысықтың суреті бар, иттің суреті бар. Екеуін ажырата алу үшін компьютеріңізде папка ашасыз, арнайы общий бір, одан кейін соның ішіне ит, мысық дейсіз де, ит деген папканың ішіне иттердің фотосын қоясыз, мысықтың ішіне тек қана мысықтың. Одан кейін мына жерде choose-ды басасыз да, сол папканы таңдасаңыз болады. Маған ол керек емес қазір, немесе суретті жеке-жеке таңдауға болады. Мен камерадан алам. Мен көріп тұрғандай, мына жерде мен фотом тұр. Енді мен осы жерге қазір телефон или бутылка. Соны ажырата алатын біз программа істеп көрейік. Ол үшін біз былай істейміз. Менде телефон бар, не? Және бутылка. Не, мынандай бутылка. Осыны ажырата. Ол үшін біз не істейміз? Мына программаға примерно где-то бір 30-дай фотоны қойып көрейік. Телефонның фотосы и бутылканың фотосы. Сол арқылы біз мынаны айтамыз, мынау бутылка, мынау фото деп. Мынау телефон деп. Бірінші телефоннан бастайық. Камераны мен чуть-чуть жоғары қояйын. Және телефонның фотосын қоям былай. Басайық. Міне мына жерде 17 фото қосылды. Әртүрлі бағытта қосайық. Немесе қолды алып тастап телефонды қоссаңыз да болады, четко табу үшін. 58 кетті, ну ладно. Енді телефон емес, телефон деген үстін басамыз. Бұған телефонның орнына бутылка. Немесе бөтелке. Сол кезде бізде екеуі шығады. Мына жерде бөтелке деген таңдаймыз және бутылканы қояйық. Бұған да біз 58 фото қояйық, честно болу үшін. Бұл енді қанша көп болса, сонша качественный шығады. Мына жерде тренинг деп жатыр. Уже машина обучение басталды. Әрі қарай мынау дайын болғаннан кейін толығымен біз қолдануымызға болады. Мынаның жылдам болу компьютеріңіздегі видеокартаның мощностына байланысты. Менде видеокарта жоқ, тек қана процессордың видеокартасы, бұнымен кішкене ұзақтау болады. Видеокарта болса тіпті жақсы. Және мына жердегі біз 59 фото қостық жаңа, ол қанша көп болатын болса, мынау сонша ұзақ уақыт алады. Және тағы бір деңгейге байланысты қазір ол туралы айтамыз. Use дегенді басамыз. Осы арқылы біз қаншалықты бұл сәтті шықты көре аламыз. Қазір мына телефон деп тұрсыз, мына жерде дым жоқ міне. Егер қазір телефонды қойсақ, бұл понятно телефон, ал егер бутылканы қойсақ, міне бөтелке. Міне бөтелке. Немесе бөтелке емес, басқа соған ұқсайтын бөтелке қойып көрейік. Мынау да примерно бөтелке екенін тауып тұр, жаңаға ұқсайды. Ал егер бұл қате тауып жатса, мысалға әртүрлі бутылка алып қойдым, мен ешқандай проблема жоқ. Не, даже коланың бөтелке екенін біліп тұр. Мынау кішкене ойланып тұр. Егер телефон дейтін болса, мысалы қазір телефон дейтін болса, бұл дұрыс емес дегенді басамыз. Сол кезде айтамыз, сен қателестің, бұл телефон емес, бұл бөтелке. Керісінше телефон дегенге қатысты солай. Немесе дұрыс десек болады. Иә, дұрыс таптың. Сол кезде мынау өзіне уверен бола түседі. Және тағы мына жерде Project Settings деген бар. Егер біз мына жерде екі функция бар. Егер мынаны таңдайтын болсақ, машина обучение тез жүреді, бірақ качествосы төмендеу болуы мүмкін. Мынаған қоятын болсаңыз, мынау ұзақ жүреді, бірақ дәл табу вероятності жоғары. Сондықтан егер компьютеріңізді бірінші мынаумен көрсеңіз болады, одан кейін мынаумен қойыңыз. Егер компьютеріңізде видеокарта болатын болса, нормально, онда ешқандай жоғарыдағысын қоя салсаңыз болады. Себебі ондай жағдайда машиналық оқыту тезірек жүреді. Мысалы, мынаны қоятын болсақ, бізде әлде қайда ұзағырақ жүреді, есесіне, бірақ качественный шығады өте, салыстырмалы түрде. Міне, мына жерде біз қарап отырғанымыздай, бұл жағдайда 100% дәл тауып отыр, міне 100%-ке. Егер мына жерде 98-ге 2 деп тұрса, 98% жағдайда дәл табады, бір 2% жағдайда қателесу мүмкін. Егер мынаны таңдайтын болсаңыз, біріншісі тез болғанымен кішкене қателесу вероятность жоғары. Қазіргі жағдайда бізде телефон бұл қуат осылай.
телефон және бутылка, бөтелке. Даже мен түрін тұрса да міне бөтелке екенін тауып тұр. Әртүрлі жақта көруге болады, не осылай. Дәл солай. Мен соған ұқсайтын бутылкада алып қойдым, міне. Міне мынада бутылка деп тұр. Пока что осылай алуға болады. Енді бұны қалай қолданамыз? Экспорт дегенді басамыз. Егер сізде мынандай платформа бар, Microsoft-тың осымен жұмыс жасайтындар болса, мынаны қолдануына болады. Немесе Loop Connect деген бар. Бұл енді мынадай. Біз қазір осыны бассақ, бізге локальный сервер іске қосылды. Егер біз осыған запрос жолдайтын болсақ, біз қандай да бір картинканы жіберуімізге болады, Python арқылы немесе кез келген HTTP арқылы. Сол кезде бізге мынандай қылып жібереміз. Пост запрос жібереміз және картинка base64 форматында болу керек. Сол кезде бізге результатын қайтарады. Мынаның бөтелке болу вероятнысы осындай. Мысалға 80% көберімі мынау бөтелке, 20% уберімі бұл телефон. Сол кезде мынандай міне float форматында кетеді. Бұл осыны басасыз и әрі қарай PHP ма, JavaScript па, Python ба, өзіңіз білесіз, немен запрос жолдаймын десеңіз де. Біз енді мобильный разработчиктеріміз бізге мынаны қолдануға болады, Android деген немесе REST сервер деген бар. Бұл REST сервер деген біз Pythonда бір серверге жариялаймыз. Сол серверге жаңағыдай запрос жолдау арқылы біз оны қолдануымызға болады. Ол мына жерде мысалы Python мен мысал келтірілген Flask деген фреймворк арқылы. Немесе вебте қолдануға болады, TensorFlow.js деген бар. Осы жерде міне тұр. Бұны немесе моделінің файлдары бар, соны экспортировать етуге болады. Мысалы TensorFlow.js, TensorFlow-дың өзі, Lite деген бар, экспортты басамыз. Қай жерге таңдаймыз, соны таңдауымыз керек. И экспорт. Осыны басамыз, әрі қарай экспортталған кезде мына жерде өз файл пайда болады, әрі қарай сол файлдар бойынша қолдана беруге болады.